Облыс әкімі залалсыздандыру жұмыстарын сынға алды. Сырдария өзені бойы мен Көксарай су реттегіш қоймасы маңындағы орналасқан елді мекендерде шіркейлердің көбеюі соңғы бірнеше жылда қалыпты жағдайға айналған. Шіркейге қарсы химиялық өңдеу жұмыстарының барысы туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында баяндалды. Дезинсекция жүргізу аймақтары ретінде Түркістан, Кентау, Арыс қалалары мен Сауран, Отырар, Шардара аудандары белгіленген. Залалсыздандырылатын аумақ көлемі 7713,1 гектар. Шіркейлерге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары тиісті деңгейде жүргізіліп жатқан жоқ. Осылай деген облыс әкімі сала басшыларын қатаң сынға алды. Кемшіліктерге жол берген үшін салаға жауапты басқарма басшысына қолданыстағы заңнама аясында тиісті шара көруді тапсырды. Тапсырмалар хаттама енгізілсін, шұғыл түрде шіркейлер мен зиянкестерге қарсы дәрілеу, дезинсекциялау жұмыстарын сапалы жүргізуді, атқарылып жатқан жұмыстардың барысы туралы апта сайын баяндауды тапсырамын. Кемшіліктерге жол берген үшін салаға жауапты басқарма басшысының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті ұсыныс енгізіңіз. Дезинсекция шараларын және ғылыми сүйемелдеуді мердігер сәтті түлік жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өткізуде. Биылғы жылға бұл мақсатқа 644,4 миллион теңге қаралған. Залалсыздандыру жұмыстары облыс аумағында наурыз айынан бастап жүзеге асырылуда. Ғылыми зерделеу жұмыстарына 10 адам және дезинсекция шараларына 62 техника, 77 адам тартылған. Шіркейлердің санын азайтудың тиімді әдісі ретінде Сырдария өзеніне биологиялық препаратпен өңдеу әдісі қолданылады. Мамандардың айтуынша бұл Сырдария өзенінің флорасы мен фаунасына қауіп төндірмейді. Жәндіктердің санын азайтуға бағытталған. Дезинсекциялық іс-шараларды жүргізу кезінде сақтық шараларын ұстану аса маңызды. Балауса Оспан, Бағдаулет Шахапов, АРТ ТВ жаңалықтары.